Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, тез арада дайын болатын, жеңіл тартылған еттен сорпа дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер, бұл шынымен өте дәмді болып шығады. Ендеше біз тамағымызды дайындап бастайық. Ең әуелі майға ұсақтап туралған пиязбен үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Сәбізді ұсақтап турап алсаңыз да болады. Және қайнап жатқан суымызға алдын ала жуып тазалап қойған күрішімізді саламыз. Ұсақтап туралған картоптарымызды салып, оттың астын орташа отқа қойып, қазанымыздың қақпағын жауып, шамамен 10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Осы уақытта біз тартылған етімізді дайындаймыз. Тартылған етке тұз, бұрышын саламыз. Және де тартылған осылай пияз салдым. Пиязым менің өзі сулы. Және де бір жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Мендегі тартылған сиыр еті, дәл осылай тартылған тауық еті, немесе қой еті, жылқы етінде қолдансаңыз болады. Қазір біз осы фаршымыздан қолымызбен дәл видеодағыдай дөңгелектеп отырып, фрикаделькаларымызды дайындайтын боламыз. Мінекей, кішіректеп етіп алып, осылай әрбір фаршымызды қолымызбен дөңгелектеп шығамыз. Мен ешқандай да қатырмаймын. Сол күйінде жаңағы қайнап жатқан қазір сорпама салатын боламын. Ең әуелі сорпама тұз бұрышын қосып алдым, және де оттың қызуын жоғарылаттым. Қайнай бастаған кезде жаңағы дөңгелектенген фарштарымды бір-бірлеп салатын боламын. Фарштарымызды салған кезде араластырмаңыз. Осы күйінде араластырсаңыз жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Барлығын салып болған соң қайнағанша қазанның қақпағын жауып 5 минуттай бұқтырып пісіремін. 5 минуттан соң қазанның қақпағын ашып, жаңағы алдын ала қуырып дайындап қойған пияз бен сәбізімді салып, қайтадан қазанның қақпағын 5 минутқа жабамын. 5 минуттан кейін оттың астын сөндіріп, осы сорпамның үстіне туралған ас көктерімді саламын. Бас аяғы мен фрикаделькаларымды 10 минут пісіремін. Қайнап жатқан сорпада әрі қарай қақпағын жауып, оттың астын сөндіріп, бұқтырып, оттың өзінің қызуында 5 минуттай қойып қоямын. Осымен біздің өте дәмді тартылған еттен дайындалатын сорпамыз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Себебі бұл өте дәмді болып шығады. Және достар, қазақша контентті қолдап, видеоны ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.